Баршаңызға қайырлы күн қыздар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге үлкен көлемде дәмді, тәтті, шоколадты пирог жасайтын боламыз. Алдымен біз електен ұнды өткізіп аламыз. Оны ыдысымызға саламыз. Құрғақ ингредиенттерді бірінші араластырып алуымыз керек. Оның үстіне електен өткізілген какао саламыз. Какаоның сапалысын алғандарыңыз маңызды, өйткені дәмі жақсы береді. Мен кондитерлік дүкендерден алған малазиялық какао қостым. Осыған қант қосамыз. Жарты шай қасық тұз. Және ас содасы немесе қопсытқыш. Мен қопсытқыш салдым. Енді осыларды жақсылап араластырып аламыз. Мен ыдысым кішілеу болғандықтан үлкен ыдысқа аударып басқа ыдысқа салып аламын. Неке барлығын жақсылап араластырып болдық. Енді осының үстіне 3 жұмыртқаны саламыз. Сұйық май құямыз. Және бөлме температурасындағы тұрған жылы айранды құямыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Массамыз қаймақтың массасындай қою болу керек. Жақсылап араластырамыз, ешқандай түйіршік қалмайтындай етіп, және ең соңынан 1 шай қасық 9 немесе 6% уксус құятын боламыз. Неге уксус құйдық, енді тағы да жақсылап араластырамыз. Және осы уақытта духовкаларыңызды қыздырып қойыңыздар, 200-180 градуста. Әркімнің духовкасының қызуы әртүрлі, сондықтан қызуына қарай духовканы қыздырып қоямыз. Менде әсел пештің духовкасының табасы 4 бұрыштысы, көлемін білмедім, қаншада қанша екен. Осыған пергамент қағазын немесе фольга төсеп, қамырымыздың құйып шығамыз. Барлық жерді бірдей көтерілу үшін жақсылап тегістеп шығамыз. Осылай бір тегістетіп жайып аламыз. Және қызып тұрған духовкада пісіріп алатын боламыз 45 минут 180-200 градуста. Және піскендігін осылай ағаш таяқшамен тексеріп аламыз. Ағашымыз құрғақ болып шығу керек. Енді осының бетіне біз шоколад құятын боламыз. 100 грамм шоколадқа 35 грамм сүтті құйып, водяной баняда ертіп аламыз, немесе микроволновкада ертіп алыңыздар. Осылай бетіне құйып, тегістетіп жайып шығатын боламыз, бетіне жағып шығамыз. Бұл шоколадты құймай қойсаңыздар да болады, бұл міндетті емес. Неке толықтай жайып шықтым, және бұл шоколадты жағардың алдында пирогымыз кішкене салқындауы керек. Жылы пирогтың үстіне жағасыздар. Және әдемілік үшін осылай мен жаңғақты уатып, бетіне сеуіп шықтым. Бұл да қалауларыңызша. Неке өте дәмді, әрі жұмсақ пирогымыз аз уақыттың ішінде дайын болып шықты, және көлемі өте үлкен, көпшілікке жететін пирог. Неке сіздерге кесіп көрсетіп жатырмын. Кескеннің өзінде өте жұмсақ болып шығады. Неке арасы толықтай піскен, биік болып көтерілген пирогымыз дайын. Құрметті көрермен, менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп, осы видеоға лайк баса кетіңіздер.